Осы сабақтың сіздер үшін өте пайдалы болғанын қалаймын. Және де бүгінгі біздің тақырыбымыз реніш туралы болмақ. Жалпы мен бұрын өте көп біреулерге ренжіп жүретінмін да. Қазір есіме түсіріп отырсам, кез келген бірдеңе болып қалады, ренжіп қаламын. Туй немене деп қаламын да, немесе ішімде тымпиып жүремін, содан кейін жаман бір ішімде бір ауыр жүк тұрған секілді сезімде болады да менде. Енді кейін түсіндім, бұл реніш мен ішімде бір комок тұрған секілді. Мен онымен ешқайда ұша алмаймын. Оны өзіме тасып алдым да, жүк секілді ауырлатып, оны ішімде састып, қопсытып жүргенін түсіндім. Енді мен жалпы реніштен қалай құтылдым? Әлбетте, реніш ол үнемі болады, ол осыдан жасадың болды, одан кейін жоқ болып кетеді деген сөз емес. Біз ренжіп қалуымыз мүмкін, бірақ дәл сол сәтте Аллаға тәубе етіп, Аллахтан кешірім сұрап, сол арқылы өзіміздің миымыздағы ойлардың ағынын дұрыс бағытқа қарай дұрыстап, ағынын дұрыстап жібере аламыз, бағыттап, дұрыс жаққа қарай. Сонда біз солай ренжіп қалып жатамыз ғой деп миымызда сақтап қалғанда, бұл жалпы реніш қайдан туады? Не үшін мен ренжіп жатырмын? Не үшін мен ренжіп жатырмын деген сұрақты бір кезде қойдым да, сол кезде түсіндім. Әрі бұлай ойлану арқылы бірнеше себептеріне жол аштым. Біріншісі, біз адамдардан көп нәрсе күтеді екенбіз. Біз көбінесе адамдарға ренжиміз. Әлбетте, оқиғаға да ренжуіміз мүмкін, бірақ та оның артында тұрған адамдар ғой. Яғни, ожидание реальность. Біз ішімізден бір нәрсе күтеміз, бірақ сол орындалмай қалған кезде біз менің қалағаным болмады деген нәрсе біздің ішімізде оянып кетеді екен. Яғни, біздің ішіміздегі эго, нәпсіміз. Біреу бізге сәл бірдеңе десе, мені төмендетті, маған дауыс кетірді ол, мені сыйламады, ол мені құрметтемеді деген нәрселер болады екен. Яғни, бұл бір адамдардың пікірін өте жоғары қою, және де ол ішіңде эгоң көтеріліп кету. Ей, мен ғой, сенің маған айтуға қалай дәтің барды? Сен кімсің маған олай деп айтатын? Көрдіңіз бе? Ішіңізде сондай нәрсе болып қалады да, бірақ та сіз сыртқа шығарушы едіңіз, бірақ та оны сыртқа шығармай қалдыңыз. Ішіңізде тымпиып жасырып қалдыңыз. Және де сіз бұл көбінесе жасыратын кездеріңіз білесіз бе, кімнің алдында болады? Сіз өзіңізден біреуді жоғары санағанда соларға ренжіп қалады екенсіз. Немесе өзіңіздің дәрежеңіздегі, өзіңізден төмен адамдарды да алған кезде, ол маған болашақта ешқандай керек емес. Мысалға, бір бастығыңыз болса, ол маған көмектесіп қалар дегенде ренжіп қаласыз, немесе тағы да біреу болса, жарайды бірдеңе ғой деп қоя саласыз. Ал егер де сондай болатын болса, эгоңызға дәл тиіп кететін болса, дәл осы себептен болса, сіз балаңызға айғайлап тастауыңыз мүмкін. Мысалға, яғни бұл жерде артында сіз адамдарды бөліп жаратыңыз жатыр да. Бұл біріншіден. Екіншіден, жарайды, сізге біреу бір қатты сөйлеп қалды. Сіз сол кезде бірден миыңызға қандай программа қоюыңыз керексіз? Қатты сөйледі. Мен қатты сөйлейді. Сіз ішіңізден ренжіп қалыңыз. Бірақ та кейін мен егер де маған қатты сөйлесе, әлбетте мен өзімді бағалаймын, бірақ та бұл жеке шекара деген мәселе емес. Егер де сіз олай ренжіп қалатын болсаңыз, онда біреуге өзіңіздің пікіріңізді айтыңыз. Бірақ та ешқандай кексіз, жай ғана, немесе егер де қатты сөйлейтін болса, бұл ең жоғары деңгей, білесіздер ме? Біреу қатты сөйледі, жарайды, өзінің көңіл күйі болмай тұрған шығар, біреуге ренжіп қалған шығар, отбасында мәселе болып жатқан шығар, немесе өзінің көңіл күйі бұзылып жүрген шығар дейсіз да. Қатты сөйледі, жарайды, ол менің көңіл күйіме ешқандай әсер етпейді. Менің өзіме, Алламен байланысым маңыздырақ. Ол адам егер де мені төмендетсе, жарайды, төмендете берсін. Мен одан төмендеп қалмаймын. Менің ішімде өзімнің Алланың ең құнды жаратылысымын деген сенім бар. Мен өзім бағалаймын, мен өзім жақсы көремін.
Және де мен өзімнің нәпсімді жақсы көрмеймін, өзім жақсы көремін деп басқа өзім нәпсімді үнемі таңдап ұрысып мен өзім жақсы көремін деп емес, жай ғана Аллах мені жаратты, мен Аллахтың құлы болғандығым неткен бақыт. Және де Алла маған иман берді, Алла маған дәл осы ақпараттарды тыңдауға мүмкіндік берді. Қандай бақыттымын деңіз де, ондай біреудің қатты сөйлегенін, сізді ренжіткенін, дауыс көтергенін мүлде миыңыздан шығарып оған мән де бермеңіз. Сонда біз осы кездерде жаңағыдай біздің қалауымыз болмай қалғаны қайтадан айналып келіп, біздің іштегі сценариіміз орындалмаған кез болып тұр. Жаңағы эго, бұл сценариіміздің орындалмағаны. Мен оған көмектестім, ал ол маған рахмет айтпады. Яғни мен маған рахмет айтатындай бір кереметтін, иә. Яғни бұл жерде қандай болып тұр? Біз өзіміз Алланың құлы деген өзіміздің керемет статусымызды түсінбеген кезде біз басқа адамдардан сол признанияны, сол мойындауды іздейміз. Және де сол адамдардың айтқаны арқылы керемет сезінгіміз келеді өзімізді. Ал негізі сіз Аллахтың ең керемет құлы ретінде өзіңіз Алла маған сәжде жасауды бұйырды, Алла мені жақсы көріп, мына ауаны, жерді, ғаламды, ағашты, кез келген затта Алла мен үшін, менің өмір сүрім үшін жаратты деңізде, мен неткен бақыттымын, бұдан артқан қандай болшылық керек деп ойлаңыз. Қараңыз, мысалға сіз ойлаңызшы, Алла сіз үшін мына ағаштардың барлығын жаратты, жемістердің барлығын сіз жесінші деп жаратты. Мына әлемді сіз өмір сүрсінші, ауа жұтсыншы деп жаратты. Сіздің дәл өмір сүруіңіз үшін бұл әлемде мыңдаған жылдар бойы эволюция болып, бұл әлем жаратылып, ол жерде түрлі кезеңдер болып, су, ауа барлығы тамаша болып келіп, сізді жерге әкелді, жаратып қойды. Бұдан артқан сізге қандай құрмет керек енді? Дәл бұл кезде басқа адамдардың құрметін күту, тіпті бұл ақымақтық секілді, бірақ та біз осыны кейде түсінбей жатамыз. Соны өмірі үнемі біз өзімізге еске салып тұрайық. Және де одан кейінгі біздің өкпелеуіміздің себебі, осы біз себептер түсінген кезде күшті, біз шын айтайын ұшамыз. Бұл бала кезден қалған ішкі жаралар, яғни триггер деп айтып жатамыз ғой қазіргі кезде. Мысалы, кішкентай кезімізде біз біреуден назарсыз қалу, сын есту деген секілді нәрселерді естіп жатамыз да. Сол кезде басқа біреу бізге сондай әрекет жасаса, біз қайтадан сол баланың, кішкентай біздің ішіміздегі баланың күйін кешеміз. Яғни ол мені тыңдамады, балалық шақта сені тыңдамайтын әке шешең еске түсіреді. Яғни сіз үлкен ересек позицияда, ол адам, мен онымен жақсылап сөйлессем, мен онымен дұрыс қарым-қатынас құра аламын деген емес, мен мені тыңдамады, не істеймін деген кішкентай баланың сезімдері. Яғни сіз ішіңіздегі балаға айтыңыз. Өзіңіздің әрбір адамның ішінде өзінің ішкі баласы кішкентай бала болып тұрады. Сіз мысалға бір сыйға келгенде қуанып кетсеңіз, ішіңіздегі балаңыз оянып кетті деген сөз. Үнемі осы ішкі балаңызды тыңдап үйреніңіз, ішкі жан дүниеңізді тыңдап үйреніңіз. Сол кезде ол мені тыңдамады деген миыңызға келген кезде, сен өзің үшін құрметтісің. Ол сені тыңдамады, жарайды тыңдамады, бірақ та сені ол тыңдамағаннан сенің құның түсіп қалмайды. Мен сондай құнды жаратылыспын ғой, мен ересек адаммын ғой. Біз осылай өзімізбен сөйлесіп отырған кезде Аллахтың алдында жаңағы айтып өтілгендей ең керемет құндылық екенін түсінгенде біз барлығын реттей аламыз. Яғни біз адамға емес, біз ішіміздегі жараға ренжиміз. Бұл жерде мынадай да болуы мүмкін. Сізде ішіңізде сынық деген нәрсе болуы мүмкін. Бір адам сізге осындайсың деген кезде сіз, мен сондаймын, мен сынықпын ғой, мен жаманмын ғой. Яғни неполноценный екеніңізді өзіңіз мойындап қоясыз. Бұл кезде адамдардың алдында емес, Алланың алдында мойындаңызшы. Сол кезде сіз өз әлсіздігіңізді Алланың алдында түсінген кезде Алла сізге шексіз күш-қуат беріп қояды. Себебі Алла ең керемет, ең ұлы күш-қуаттың иесі. Алладан асқан ешбір қуат, ешбір тәңір, ешбір күш-қуат
ештеңе де жоқ. Бұдан кейінгі сезімдерге ары қарай жалғастырайық. Яғни біз бұдан кейін кінә артудан ләззат алуымыз мүмкін екен. Біз кейде ренжу арқылы өзімізге көңіл бөлгенін қалаймыз. Біреудің көңіл бөлгенін қалаймыз. Сол арқылы өзімізге внимание, өзімізге назар аудартқанды жақсы көреді екенбіз. Мен сондай жақсы едім, ал олар маған жаман жасады, бүйтті, сөйтті деп өзімізді аяп отырамыз. Яғни бұл құрбандық рөлі. Жертва деп айтамыз ғой, қазіргі өте кең таралған. Яғни мен бәрін бердім, олар мені бағаламады. Мен тырыстым, олар мені тастап кетті. Яғни бұл жерде ренішіміз қандай мен көрініп тұр? Мені байқашы, мені көрші, мені бағалғашы деген ішкі айқайымыз. Ал бұл, яғни кінә артудан ләззат аламыз. Сөйтті, бүйтті деп, ал бұл жерде өте дұрыс емес нәрсе. Біз өзімізді түсіне біліп, кінә артудан ләззат алмай, керісінше мен бәрін бердім, олардың бағалағаны сіздің өміріңізде ешқандай рөл атқармай ақ қойсын. Мен жарайды, сіз барлығын алдыған разылығы үшін беріңізде, олар бағаламаса, жарайды. Олар ол ісі үшін, егер де ол дұрыс емес болса, менің алдымда жауап бермейді. Мен оларға жақсылық тілеймін, сондай бәлкім өздері төмен дәрежеге түсірген үшін мен оларды аяймын. Өте өкінішті, бірақ та мен өзімді жақсы көремін. Жарайды, олар бағаламады, жарайды, олар тастап кетті, бірақ та мен бәрібір де құндымын. Жарайды, олар жай ғана адамдар. Мен Алланың алдында үлкен құндылыққа иемін деген сезім болу қажет екен. Сонымен қатар, осы жерде тағы да шешімдерін айтып жатырмыз ғой. Яғни өзіміздің эмоциямызды қабылдауымыз керек екен. Яғни өз эмоцияларымызды түсініп, өзімізді басқара алуымыз керек. Мысалы, біреу жоқ деп айтса, ренжіп жатамыз. Неге? Себебі мен жақсы көрсе, міндетті түрде келісу керек деген түсінік бар. Ал бұл жерде эмоциямызға біз анализ жасап, инфантилизмді қойып, ренжуді қойып, өзімізді айдың үстінде отырып бақылауымыз керек екен. Яғни бұл жерде қорытындылап кеткендегі реніш ол сыртқы емес, ол ішкі реакция. Ол біздің реніш бізді қорғақсы келеді, бірақ ақырында өзіңді сені іштен жеп қояды. Дәл осыны түсінген сайын сіз аз ренжи бастайсыз. Ал оны қабылдаған сайын шынайы бақытпен еркіндікке бұйырса қол жеткізе аласыз. Енді осы реніштер мысалы өмірде қалай бізге әсер етеді? Біз өзіміздің энергиямызды құртамыз, басқа адамдарға ренжиміз. Біздің өмірімізде эффективтілік жоғалады, және де нәтиже жоғалады. Біз басқа адамдарға ренжіп жүрген кезде айналамыздағы бәріне ренжіп, жаман энергияны шашып жүреміз. Және де біз ол қаржылық жағынан да, және де біздің миымызда, психикамызда да стресс, уайым, қайғымен пайда болуы мүмкін. Және де жан дүниемізді айтатын болсақ, біз оны еш нәрсе ренішті жібермей тұрамыз да өспейміз. Ішімізде бір сондай бір кедергі тұрған секілді болып көрініп тұрады. Артқа өткен өмірде қалып қаламыз да, қазіргі өмірдің бақыттарын, ләззаттарын сезіне алмай жатамыз. Тіпті болашаққа қойған үлкен армандарды жасауға, оларға қадам басуға талпынбаймыз. Тіпті оларды мақсатты қою дегенді де ұмытып кеткенбіз. Және де өмірімізде дәл адамдармен қарым-қатынаста шынайылықты, адамдарға сенімді жоғалтамыз. Айналамыздағы қарапайым анамыздың өзіне жаман көзқараспен қарай бастаймыз. Бұл жерде, яғни өзің ішіңнен тұйықталып, басқа адамдармен қабырғаны орнатып аламыз. Бұл жерде өте ауыр, негізі бұл жерде әлем расымен де негізі ашық, әлем мүмкіндіктерге толы, әлем керемет дегенді біздің ойымыз қою қажет еді. Енді біз бұл жерде дәл осы нәрселерді істеп жүріңіздер. Біріншісі, адамдар сен қалағандай болуға міндетті емес, сен құдай емессің. Екіншісі, бұл ренжу, ол таңдау.
сен ренжімеуді таңдай аласың. Және де айналадағы адамдардың сөздері, олардың эмоциялары, олардың жаман сезімдері, ол сенің сезімдерің емес. Олардың белгілі бір әрекеттері саған ешқандай да әрекет ете алмайды, егер де сен ренжимін деп шешім қабылдамасаң. Және де төртіншісі, сіз басқа бір адамдардың басқа адамдарға ренжу арқылы содан алған сіздің жарақатыңызға емес, мен бұл жерде не үшін жарақат алып тұрмын, не үшін бұл жерден мен өзімді әлсіз сезініп тұрмын деп өзіңізді биіктерге қарай бастаңыз. Яғни әрбір сондай реніш келген бетте өзіңіздің миыңызды дұрыстап алып так, мен қай жерде қате жібердім, не үшін мен ренжіп жатырмын деңіз да, бірден осы дұрыс емес ренжу деген состояниедан мен бүйтіппін ғой деп бірден алға қарай өсуге өзіңіздің миыңызды бағыттап, солай әр ситуациядан сабақ алып отырыңыз. Және де әрбір адамды шынайы жүректен кешіре біліңізші. Білесіз бе, Аллах сізді кешіріп тұр. Сіз расымен күнәһарсыз. Білмейміз енді, мен сізді кінәлап тұрған жоқпын, біз барлығымыз күнәһармыз, иә. Бірақ та біз күнә жасамауымызға әлбетте тырысу керек, бірақ та күнәларымыз жоқ емес, бар ғой. Бірақ оны Алла кешіріп жатыр ғой. Сонда дәл Алла сізді кешіріп тұрғанда, сіз ол адамды кешірмейтін кімсіз? Тіпті сіз Құдай емессіз ғой. Сондықтан да ол адамдар үшін емес, ішіңіздегі бақыт пен шексіз еркіндік үшін, Аллахпен шексіз тамаша байланыс үшін адамдарды кешіре біліңіз. Және де адамдарды келесі өзіңіздің мұсылман бауырыңызды жақсы көру, және де оған өзіңе тілегенді тілеу, ол нағыз иман екен. Ал егер де сен өзіңе тілемейтін жамандықты басқа адамға тілеп, өзіңе тілейтін жақсылықты басқа адамға жақсылық тілей алмасаң, ол нағыз имандылықтың белгісі емес екен. Яғни сондықтан да өзіңізге тілейтін ол адамда да болса екен деп шынайы ниетпен, имандылықпен тілей біліңіз. Онда мен сізге тапсырма берейін. Дәл осыны өмірде қолдану үшін біз тыңдап кетіп қалған, оған ешқандай да пайдалы емес, сіз үшін де пайдалы емес. Мен үшін сіздердің пайдаланғандарыңыз өте маңызды. Сондықтан да бірінші сіздерге сұрақ, бірдеңе ренжіп қалған кезде, мен дәл қазір стоптаңыз да көзіңізді жұма қалып, мен дәл қазір не сезініп тұрмын? Мен не үшін ренжіп қалдым? Ол адам маған ренжуге міндетті ма? Мен кіммін? Олай шарт қоятындай. Барлық адамды мен жай адамзат ретінде, Алланың құлы ретінде жақсы көрмеуім керек емес пе еді? Әрбір адам, әрбір мұсылман, әрбір жарылыс негізі менің досым, ол да бір Алланың сүйікті құлы деп өзіңізге бірден солай өзіңіздің миыңызбен келісім жасап отырыңыз. Және де әр күннің соңында да дәптеріңізге алып, осыны жазып, күннің есебін беріп отырған кезде осыны жазып қойыңыз. Енді бұл жерде тағы да ең соңғы бір сөзіміз болсын. Бұл видеодағы бұл жерде реніш сіздің әлсіздігіңіз емес екенін түсініңіз. Реніш ол жай ғана сіздің миыңыздағы бағдарлама, және де ол сіздің өмір сүруіңізге кедергі келтіреді. Және де оны жай ғана жұлып алып тастау керек. Және де Алланың қалауымен сіз ренішсіз өмір сүруге де қол жеткізесіз. Сіз ренішсіз бақытты өмір сүруге лайықтысыз. Ешқандай да қиындықсыз, уайымсыз, ішкі күйзеліссіз, сондай еркін түрде. Дәл бүгінгі видео сіздер үшін пайдалы болды деген ойдамын. Өтініш, осыларды өміріңізде қолданып жүріңіздер. Себебі қолданғанда ғана нәтиже болады. Вау деп қоя салғаннан барлығы өзгеріп кетпейді. Өміріңіз өз қолыңызда, бұйырса сіз ұлы жетістіктерге жетесіз.